Ақбөкен жылаған түн. Деректі әңгіме. Авторы Төлен Тілеубай. Бетпақта келе жатты ақсақ киіп, сандалып қаңғырақтап басын иіп, пан іздеп шыбын жаныға сүйретіліп, мергеннің кеудесіне оғы тиіп. Тамады қара жерге аққан қаны, қиналып ентігеді шыбын жаны, боялып ақ денесі қызылғанға, келеді әлі кетіп жығылғалы. Сәкен Сейфуллин. Теңіз көлінің алабында биыл қыс жылдағыдан қаттырақ. Бірнеше күн қатарынан соққан ызғырық желдің соңы ақ түтек боранға айналды. Көлдің ызғары суықты екі еселеп жіберді. Бір үйір киік суықты елең қылар емес, көсем текені ес қылып алаңсыз жайылып жүр. Кенет жым-жыр тыныштықты қатты гүрілдеген көліктің дауысы бұзып жіберді. Көсем теке үрпейсе қалған үйдің сыртына шығып, бір сұмдықтың болатынын алдын ала сезгендей қалшиып тұрып қалды. Әзәзіл екі аяқтылардың өздеріне ор қазып, қырғын жасағысы келгенін жүрегі құрғыр әуелден білді. Гүр-гүр еткен қос джип кең далада суылдап төніп келеді. Көсем теке лезде алға атқып, әппақ қар жамылған далаға жұлдыздай ақты. Үйірде бет-бетімен жан сауғалап, ойран асыр безе қашты. Солақ екен көліктердің әйнегінен бытыраның оғы қарша борады. 5-6 киік омақаса құлады. Қалғандары қапелімде не болғанын түсінбей жан ұшыра қаша берген. Жер дүние аст-үстіне түсіп, төңкеріліп кеткендей, әлгіндегі тыныштықтың жұрнағы да қалмаған. Көсем теке ентігін басып, артына бұрылып қарап еді, оқ тиген аналықтың жанында қалған кішкентай лағын көрді. Бір-екі рет орғып барып, қорғансыз лақты құтқарғысы да келді. Бірақ өзінің шарасыздығына мойын сұнып, алдыңғы аяқтарымен омбығарды тепкілеумен болды. Сол сәтте жан тапсыра алмай, қиналып жатқан енесінің қасынан кете алмаған лақтың екі көзінен жас парлап тұрды. Охотзоопромның инспекторлары 15 күндік ауысыммен жұмыс істейді. Ерлан Нұрғалиев пен Петр үшін кезекшіліктің соңғы күні әдеттегідей басталды. Көп жүрмейтіндері көңілге медеу. Жұмыстың соңғы күні жан жағармай аз беріледі. Олар түс ауа 16:00-ден кейін шолу жасауға шықты. Әдеттегі тірлік айнала әппақ, ауада қар ұшқындап тұр. Бұл кешке таман боран күшейетінінің белгісі. Ерлан қолына дүргісін алып, айналаны шолып қарап тұрған. Бір сәтте әппақ қарды бұрқыратып, сулап бара жатқан екі джипті көзі шалды. Әр жерден андыздай қашып, жан сауғалаған киіктердің қарасы көрінеді. Әй, мыналар браконьерлер ғой, оңбаған жауыздар. Біздің жанар жағармайымыздың азаятын уақытын біліп, сол күні аңға шығыпты. Қап бәлем, тұра тұрыңдар, сазайларыңызды береміз деп, ол іштей тістеніп өзіне өзі үн қатты. Көп ойланбастан рациямен екінші көліктегі топтың жетекшісі Женя Серегинге хабар берді. Женя, короче, мы их обнаружили. Мы поехали за ними. Вы езжайте за нами, деп істің мән жәнін түсіндіріп, жедел автокөлікке мінді. Тізгінде Петр. Оған жылдамдықты үдете түстеген белгі берді. Бұл кезде Женялар мінген Хайлюкс көлігі басқа бағытта жүрген еді. Хабарды естісімен қайтып келіп, қуғыншы әріптестеріне көмекке жетемін дегенше көп уақыт өтті. Оның үстіне алдыңғы доңғалақтың бір бөлшегі істен шығып, көлік қарға батып қалды. Бұл кезде Ерлан мен Петр ақ және күміс түсті джифттегілерді жедел қуып жеткен еді. Петр әріптесінің ишарасын түсініп, көлікті солға бұрып, мылтық атуға мүмкіндік туғызды. Тарс-тұрс аспанға бір-екі оқ атылды. Алайда браконьерлер мылтық даусынан сескенген жоқ. Керісінше, артқы көліктің терезесінен бір жағынан қос ұңғылы, ал екінші жағынан 5 оқпаны бар мылтықтың басы көрінді.
Онымен қоса арматураның кесінділерін артқа лақтыра бастады. Киік аулауға жақсылап дайындалғаны көрініп тұр. Арада біршама уақыт өткенде артындағы джип біріншісін алға жіберіп кілт тоқтады. Көліктің екі есігінен қару ұстаған екі жігіт пен жүргізуші шықты. Үшеуі де еңгезердей екен, спортпен айналысатындары байқалады. Бет жүздерінде иманның титтей де нышаны жоқ. Бізге сендер не істей аласыңдар дегендей аяқтарын әр жерден талтаңдай басып жетіп келді. «Вы что, оборзели?» деп айғай салды ішіндегі біреуі. Бірақ көлігінен секіріп түскен ерлан олардан титтей де қорыққан жоқ. Тоңайбат көрсетіп кісімсіген жігітті жерге алып ұрды. Петр де жүргізушіге тап берді. Екі адам ерланға жабылды. Қып-қызыл төбелес басталды. Петр жүргізушіні жерге жыққанымен, үшеудің бірі оның мылтықтың дүбімен ұрып құлатты. Ол бетінен тиген ауыр соққыдан есінен танды. Жастайынан өте қарулы, рухты болып өскен ерланның күші де, мысы да басым еді. Дегенде бет қаратпады. Үшеуімен жалғыз өзі бір сағаттай арпалысты. 3 рет оңбай құласа да, бар күш жігерін жиып, қайта түрегеле берді. Әр құлаған жеріндегі әппақ қарға төгілген қаннан қар жамылған жер қып-қызыл түске боялды. Соңғы сәтте қарақұсынан қатты тиген мылтықтың дүмінен бас айналып бет-бетінен құлады. Оның шаруасының біткеніне көз жеткізген браконьерлер қуғыншы көліктің кілтін алып, быт-шыт қылып үзіп, өз көліктеріне мініп ізім қайым жоғалды. Арада қанша уақыт өткені беймәлім. Әуелі есін жиған Петр ерланның қансыраған күйі ет-бетінен жатқанын көрді. Адам қаны 3 жерге қып-қызыл болып үйіліп қалыпты. Бар дәрменін жиып орнынан тұрды. Қатты соққыда мыж-мыж болған әріптесінің бас сүйектерін орнына жапсырып, бас киімін кигізіп, көліктің доңғалағына сүйеді. Одан әрі не істерін білмей қиналып тұрғанда, қалтасындағы рациясы есіне түсті. Екі аяқты айуандар қалтасындағы құрылғыны байқамапты. Жалмажан іске қосып, «Женя, құтқарыңдар» деп айғайлай берді. Бірақ үзілген рациядан қайран жоқ еді. Сол сәтте сайын даладағы қандар палысқа куә болған күннің де қабағы қатайып, ұясына батты. Бұл кезде алай-дүлей соққан боран күшейе түсті. Қатты қансыраған ерлан өлім аузында жатыр. Браконьерлер қанға бояп, ен далада қалдырған инспекторларды әріптестері кешкі сағат 20:30-да тауып алды. «Ероха, бауырым-ау, тірекенсің ғой, Аллаға шүкір, көзіңді ашшы, бірдеңе деп тіл қатшы». Бұл құтқарушылармен бірге келген ерланның інісі Нұрланның жан даусы еді. Ағасының мүшкіл халін көріп, шырылдаған жігіт жаратқанға жалбарына берді. Қайғылы оқиға болған жер мен Жанбөбек ауылына дейінгі азапты жол. Ерлан өмір мен өлімнің арасында жатыр. «Ероха, сәл шыдашы, сен мықтысың ғой, мен қасыңдамын, екеуміз бірге барлық қиыншылықтарды жеңеміз» деп жігерлендірді інісі есі креслі шығасыл жатқан ағасына. Көліктің жүрісі де өнбей қойды. Сондай сәттердің бірінде ол жігіттер «Тоқтаңдаршы, ағам ана жаққа кетіп қалды ғой деймін» деп көлікті тоқтатып, жан ұшырып ағасының жүрегін тыңдайды. Біршама уақыттан кейін ағасының жүрегі дүрс-дүрс соға бастағанын сезді. Бауыры екі көзінен аққан жасын сүртіп, «О Алла, саған мыңда бір шүкір, айналайындар-ау, бізге тікұшақ жіберіңдерші, санавиация керек, ағамды құтқарыңдаршы» деп Ақық Запрамның басшыларына жалынышты дауысын қаттырақ естіртті. Арғы жақтағы дауыс «Тікұшақ таңертең бірақ ұшады» деген қысқа жауап қайырды. Дың. Өлім мен өмірдің арасында арпалысқан ерланды құтқаруға отандық медицина дәрменсіздік танытты. Баршын ауылында да, Қорғалжынның аудандық ауруханасында да жансақтау бөлімі жоқ екен. Жан бауыр үшін жан ұшырған жігіт дауысы қарлыққанша көмек сұраумен болды. Жедел жәрдемнен «Мы передели города, мы выезжаем» деген салқын жауап естігенде солқ түсіп отыра қалды. Сонда оның несі жедел жәрдем? Бұл кезде әрбір минут қымбат болатын. Көзі жасқа толған Нұрлан мен Астанадағы жұбайы Құралайдың айқай шуынан кейін жедел жәрдем
жолға шықты деген хабар жетті. Малиновка ауылынан асқанда Май бекетінде жедел жәрдем көлігі де жетті. Үміт өті оянған сәтте Нұрлан: Аллаға шүкір, сәл шыдашы, қазір жан сақтау бөліміне де жетеміз, саған көмектеседі деп ағасының екі қолын қыса берді. Өлім аузында жатқан адамды құтқара алмаған медицинаны қалай дамыған деп атаймыз? 10 сағаттан астам қансыраған адамның өміріне неге араша түсе алмады? Охотзоопромның басшылары неге өз қызметкерін құтқаруға немқұрайдылық танытты? Қатардағы инспекторлардың заңмен қорғалмағаны былай тұрсын, тым құрығанда өмірін құтқарып қалуға неге ұмтылмады? Ағамның көлігіне браконьерлер шабуыл жасағанда құзырлы мекемедегілер неге жедел әрекет етпеді? Әлде барлығы алдын ала ауыз жаласып, бір-бірімен келісіп алды ма екен? Астанаға жеткенше Нұрланның басынан осындай жауабы жұмбақ мешеу сауалдар бірінен кейін бірі тізбектеліп өтіп жатты. Алайда жолда көп қан жоғалтқан Ерлан оянбады. Қансыраған күйі бір тәулік өткенде фәниден бақиға аттанды. Киіктерді қорғаймын деп мерт болған Ерланның ерлігін ел жұрты ғана емес күллі әлем естіді. Бейбіт күннің батырының қазасы Баршын ауылының ғана емес, бар қазақтың қабырғасын қайыстырды. Қара шаңырақтағы әке-шешесі аңырап қалды. Ел жұрты Ерланды халық қаһарманы атағына лайық көрді. Ерланның 3-ші немересінің туғанын көре алмағанынан алды. Нұрғалиевтер әулетінің үмбеті атасы мерт болған соң ат ұстар ұрпағын Құдай бергендей болып, ата арманын жалғардай Ерланның туған күнінде 30 қаңтар күні іңгәләп дүниеге келді. Бәкен апа ұлының суретін қолынан тастамай, асыл бейнесіне қараумен қаншама таңды көзбен атырды. Баласының сәби күніндегі тәтті қылықтары, істеген істері көз алдынан кетпей қойды. Олы кішкентай кезінен жан-жануарларды жанындай жақсы көретін, 7 жасар кезі жақсы көретін бір мысығы бар, соңынан балаша ертіп жүретін. Күндіз мысығын тамақтандырумен, ойнатумен әуре болды. Екеуі бір-біріне күні-түні бір елі ажырамайды. Түн баласында үйдегі балалар жерге қатар-қатар ұйықтайды. Даладан кірген мысығы иісінен танып, тауып алатында жанына жатады. Ерлан оянып кетіп, мысығын қатты құшақтап алып, басынан сипап жатып ұйқыға кетеді. Баланың өзіне деген сүйіспеншілігінен басы айналған үй жануары қойнына тұмсығын тығып алып ұйықтайды. Итке де жаны құмар еді. Кішкентай төбеті ақ қоян, бір елі жанынан қалмайды. Мектепке барар жолда қалтасынан шақпақ қантты толтырып алып, жеткенше береді. Сабақтан қайтқанша иті мектептің алдында күтіп жатады. Ақ қоян бірде үйге келген бөтен кісіге үріп, кіргізбей қояды, тас лақтырады, таяқпен ұрады, бірақ ол үйге кіре алмай кері қайтады. Мектептен оралған бала есіктің алдында жатқан төбетін көрді. Мұңға толған екі көзінен бір жағдайдың болғанын бірден сезді. Сөмкесін жерге қоя салды. Ақ қояныма кім тиісті? Маған қарап жылап жатыр деп көтеріп алып үйіне кіргізді. Итін қайта-қайта мойнынан құшақтап бетінен сүйіп жүр. Апа, мен енді итімді далаға шығармаймын. Үйде жатады, деді ол жалыныш үнмен анасына. Ойбай-ау, оны қайдесің үйге кіргізіп? Дәлізге апар деп ұрысқан. Бәкен апа итінің көңілін табуға жанын салған баланың қылығына бір жағынан ризалықпен қарады. Бала түні бойы ұйықтамай, төсегінің астына жатқызған ақ қоянның көзіне қарап жұбатумен болды. Байқұс ит алдында қандай тамақ қойса да зауқы соқпады. Әне қараңдаршы, тамақ та ішпейді. Маған қарап жылап жатыр деп қояды үйдегілер дауысын қаттырақ шығарып. Сен оның жылағанын қайдан білдің деген анасының сұрағына, әнекей көзінен жас ағып жатыр деп одан сайын итіне бәйек болып көзіндегі жасын сүртіп қояды. Арада көп күндер өтті. Алдыңғы джиппен қашып кеткен браконьерлер өз еріктерімен полицияға берілді. 2 инспекторды өлімші сабап, біреуін өлтірген, екінші джиптегі браконьерлерге іздеу жарияланды. Көп ұзамай құқық қорғаушылар оларды да ұстады. Арнайы жедел тергеу тобы құрылып, сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Тергеу ұзаққа созылса да қанды қол күдіктілер сотталған жоқ. Олардың арасында бұрынғы құқық қорғау органдарының қызметкерлері де бар еді. Мүйізді мафия деген алып қылмыстық
синдикатқа полицияның өзі қолдау көрсетті. Әділ жазалайды деген соттың өзі адам өлтірді деген күдікке ілінген. Браконьерлердің қаруы мен көліктерін кәмпескелеуге де шешім шығармады. Жазасыздығынан жалғанды жалпағынан басқан жауыздар ел аңды қыруды жалғастырды. Жүздеген, мыңдаған киіктерді атып, мүйізі мен тұяғын кесіп алып, жануарлардың кесінен қорықпай тірідей лақтырды. Арқадағы ақбөгендердің басына орнаған зобалаң тоқтамады. Көп замай Қарағанды облысының Нұра ауданының аумағынан мүйізі кесіліп, далада дөңкиіп өліп жатқан 115 қоңыр аңның денесі табылды. Сайын даланы өлген киіктің қанымен денесінен тараған қаралы иіс жайлады. Арам ақшаға құнығып көздері қанталаған қандықол жауыздар адам сотынан құтылғанымен, Алланың сотынан құтылмасын ойлар емес. Ауыр күнәсі үшін өзі де ұрпағы да өмір бойы қорлықпен өтетінін қаперіне де алмады. Ел ішіндегі аңызда қасиетті аңды өлтіргендер адам атаның қарғысына ұшырайтынын айтады. Ерте заманда өмір сүрген бір аңшы аң аулап жүріп киіктің ешкісін атып алады. Сонда санынан оқ тиген жаралы аналық киікке адамша тіл бітіп, «Құдай үшін мені өлтірмеші, менің кішкентай егіз лағым бар, олар менсіз өмір сүре алмайды. Қос лағым жетім қалмасын. Егер сен тілегімді орындасаң, саған батамды беремін. Сонда сенің жолың ашылып, бар мұрат мақсаттарың орындалады. Сен өмір бойы бақытты боласың», деп жалбарыныпты. Бірақ қатыгез аңшы киікті тыңдамапты. Жылдар өте келе, әлгі аяушылық сезімі жоқ қатыгез аңшы өмір бойы жолы болмай қорлықпен өмірден өтіпті. Соңы